Audio Jungle. Бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Буллинг бұл бір адамның екінші адамға жүйелі түрде психологиялық, физикалық немесе әлеуметтік қысым көрсетуі. Бұл қорқыту, мазақтау, ұрып-соғу, оқшаулау желіде кибербуллинг арқылы жүзеге асады. Ең жақсы шешім тиімділігі жоғары, әсері ұзақ, адамның құндылығын құрметтейтін және қайталануды азайтатын әдісті ұсыну. Қазіргі таңда мектеп қабырғасында оқушылардың бір-біріне көрсететіні ол буллинг, яғни ол буллингтің кесірінен өзінің өміріне балта шабатын оқушылар да саны күннен күнге көбейіп бара жатыр. Яғни онымен мектеп қабырғасында жұмыс жасалынып жатыр, бірақ та ол нәтижеге жеткізіп жатқан жоқ. Сол себептіден бүгінгі таңда біз осы өзекті мәселенің шешімі ретінде сіздерге өзіміздің ұсынысымызды, яғни бағдарламамызды ұсынамыз. Біз ол бағдарламаның есімін эмпатия мектебі деп атадық. Яғни эмпатия мектебі 5 қадамнан тұрады. Бірінші қадамы бірінші күн басқа өмір. Яғни бұл бірінші қадамында оқушылар бұл күнде басқашалап өмір сүреді. Яғни бір күнін буллингтан басқашалап, яғни қалай айтсам екен, арнайы рөлге бөлініп ойналады. Яғни бір күнін, мектептегі бір күнін арнайы буллингке қарсы шешімдермен ойнап өтеді. Екіншісі, яғни қадамның екіншісі айдың қамқоршысы, яғни әр сыныптың өзінің қамқорлық министрі деген болуы керек. Яғни сол қамқор министрімен арнайы жұмыстар жасалынып, өзінің сыныптастар арасында таратуын ұсынамыз. Яғни келесі үшінші қадамымыз ол телеграм-бот, яғни анонимді көмек. Бір оқушыға буллинг жасалғанын біз біле алмаймыз, яғни буллинг жасалғанын көбінесе оқушылар жасырып келеді. Соны біз анонимді көмек ретінде ұсынғымыз келеді. Яғни телеграм-бот арнайы жасалынып, соған оқушылар өзінің алған буллингін ұсына алады. Яғни оны тек біз ғана көре аламыз, және де оны біз жария қылмаймыз. Тек осындай ретінде шешімдерін шығаратын боламыз. Төртінші қадам ретінде мұғалімдер мен мектеп қызметкерлерінің арнайы тренингтер өткізу, яғни эмоционалды интеллект пен коммуникациялық дағдыларды дамыту, буллингті ерте тану және дұрыс әрекетін ету жолдарын үйрету, яғни мұғалімдер мен мектеп қызметкерлерінің арасында осындай тренингтер жүргізілсе, мұғалімдер де буллингті қалай тез шешуге болатынын ұсына алады. Келесі соңғы біздің қадам оқушылар арасында тату қарым-қатынас орнатуға бағытталған жобалар. Яғни тимбилдинг, пікірталас клубтары, театрлық көріністер, немесе мектептегі андай сахналық іс-шараларды көбейту. Яғни оларды бірігіп ұйымдасып, іс-шараны өткізу. Сол сәтте бір-біріне буллингтан көрі, бір-бірімен жақын татуласып, достықты нығайта аламыз деген бізде ұсыныс бар. Мектеп бұл тек білім ордасы емес, қоғамдық тұлғаның негізгі қаланатын орны. Егер біз буллингті тек жаза ретінде қарасақ, бұл қорқыныш мәдениетін күшейтеді. Ал біздің ұсынып отырған әдісіміз эмпатия мен түсіністікке негізделген. Яғни қоғамдағы ішкі мәдениет арқылы өзгертудің кішкентай үлгісі. Біз осы бағдарламаны ұсынып отырғанымыз, біз басқа да бағдарламалармен салыстырып көріп, осы бағдарлама нәтижеге жеткізеді деген сенімдеміз. Мысалыға, Финляндиядағы Киева бағдарламасы. Және де ол Киева бағдарламасын өзіміздің бағдарламамызға сәйкес ретінде ұйымдастырған болатынбыз. Және де Киева бағдарламасы да өзінің елінде осы буллингті жою мақсатында түрлі жақсы нәтижелерге әкелген болатын.
Сол себепті біздің де эмпатия мектебі жақсы нәтижеге әкеледі деген сенімдеміз. Назарларыңызға рахмет. Ал оппонент бұл палата мектептегі буллинг мәселесінің ең жақсы шешімін ұсынады. Бірінші спикерім бұл кейсті ашып кеткен болатын. Оған тағы да дәлел келтіретін болсам, мысалы ЮНИСЕФ дерегі бойынша әлемдегі әрбір үшінші оқушы буллингке ұшырайды. Сол себепті бұл мәселе өте өзекті болып табылады. Қазақстанда 2023 жылы 11 мыңнан астам мектеп оқушысы буллингке қатысты шағым түсірген. Буллингтің әсерінен оқушылардың 35% мектепке барудан қорқатыны, 20% өз-өзіне қол жұмсау туралы ойлайтыны анықталған. Бұл Қазақстан Республикасы мәлімет бойынша. Жалпы біз ұсынып отырған эмпатия мектебі бағдарламасы 5 қадамнан тұрады деген болатын. Бір күн басқа өмір. Яғни бұл жерде біз нені айта аламыз? Буллинг жасағандар арнайы рөл ойнайды. Мысалы, ол мүгедек, жалғызбасты немесе отбасысы толық емес оқушылар болуы мүмкін. Екіншіден, эмоциональды деңгейде түсу дамиды. Мысалы, біз бір күн басқа өмір бағдарламасы енгізу арқылы біз қалай оны енгіземіз, ол қалай әсер етеді. Ең алдымен оқушылар өздерінің буллингсіз өмірін күшті етіп, мінсіз етіп елестету арқылы кейін барлық басқа өмірлерін, басқа күндерін буллингсіз өткізгісі келеді. Айдың қамқоршысы. Әр сыныпта бір қамқор оқушы таңдалады. Және бұл құрдастары арқылы позитивті мінез қалыптастыруға барады. Мысалы, бір сыныпта міндетті түрде 2-3 өзіне және басқаларға қуаныш сыйлайтын, әзілдесе алатын оқушы болады. Және дәл солай біз әр сыныптан бір қамқор оқушы таңдап, кейін оны қамқорлықта дәріптей аламыз. Содан кейін Telegram-бот. Telegram-бот ол анонимді көмек болып табылады. Сондықтан бұл қауіпсіз әрі заманауи шешім. Яғни, бұл арқылы оқушы проблемасын ашық айта алады, және психолог автоматты түрде хабарлама алады, және психолог 48 сағаттың ішінде психологпен қоса мектеп әкімшілігі бұл мәселені шешуге атсалысады. Мысалы, біз бұл бағдарламамызды қайдан алдық? Біз бұл бағдарламамызды Финляндиядағы Кива бағдарламасы арқылы алған болатынбыз. Яғни, бұл бағдарлама буллингті алдын алуға арналған ерекше әдіс болып табылады. Бұл біздің бағдарламамыз бұл бағдарламаға негізделген болғандықтан, бұл жерде арнайы рөлдік ойындар, достықты дамытатын сабақтар енгізілді. Сонымен қатар 2 жылда нәтижесі бойынша буллинг 50%-ға азайған. Яғни, бұл біздің механизміміздің эмпатия мен рөлдік тәжірибе деген секілді шетелдік аналогы бар екенін дәлелдейді. Бұның бізде дереу түрде қорытындысы нәтижесі болғандықтан, бұл өте сенімді бағдарлама болып табылады. Сонымен қатар, мектеп бұл білім ордасы ғана емес, қоғамдық тұлғаның негізін қаланатын орын деп айтып кеткен болатын бірінші спикерім. Соны жалғастыра кетсем, эмпатия мектебінің 4-ші және 5-ші қадамдарын айтып кетуге болады. Бұл анонимді шағым беру жүйесін енгізу, Telegram-бот арқылы жүреді. Біздің мектеп, мысалы 277-ші мектеп лицейінің Telegram каналы бар, дәл сол сияқты Telegram-ботын ашуға да болады. Кейін мектеп мәдениетін өзгерту. Әр оқушының өзін қауіпсіз әрі құрметті сезінетін орта қалыптастыру қажет. Сонымен қатар, нөлдік төзімділік саясатын ұсыну. Біз бұл бағдарламамызды Ғани Бисенбаевқа ұсынамыз. Себебі бұл бағдарлама ерекше бағдарлама болып табылады. Қазіргі уақытта көптеген мектептерге STEM бағдарламасы бойынша 200-250 миллион қаражат бөлінген болатын. Біздің бағдарлама бойынша біздің бағдарлама өте аз қаражатты қажет етеді. Сонымен қатар өте тиімді бағдарлама болып табылады. Осы бағдарламаны әр мектепке енгізсек, біз буллингсіз мектепті қамтамасыз ете аламыз. Сонымен қатар біздің жастардың болашағы жарқын болатынына сенімдіміз, және де көптеген өзекті мәселелерді шеше аламыз. Жалпы бұл бағдарлама арқылы эмпатия мектебі, біз бұл ұсынып отырған әдіс эмпатия мен түсіністікке негізделген эмпатия мектебі деп айтып отырған болатынбыз. Эмпатия дегеніміз ол белгілі бір қамқорлық, адамға шектенсіз мейірімділік болып табылады. Яғни қоғамды ішкі мәдениет арқылы өзгертудің кішкентай үлгісі болып табылады. Сондықтан да үкімет тарапы осы бағдарламаны негіздей отыра бұл бағдарламаны енгізуді ұсынады. Бұл бағдарлама 2025-2026 жылғы оқу жылында енгізу тиіс деп ойлаймыз. Және де оппозиция тарапына қарағанда біздің бағдарламамыз өте дәлелденген, қорытындысы бар, ақпараттарға негізделген. Сонымен қатар өзекті бағдарламаны шешу, яғни өзекті мәселелерді алдын алу үшін құралған деп есептеледі. Назарларыңызға рахмет.
шешіммен қарсы тарап. Біз үкімет ұсынған шешімді эмпатия мектебі механизмін мектептегі буллинг мәселесін ең жақсы шешімі деп қабылдамаймыз. Біз бұл тәсілдер таңдаулы, эмоционалды, бірақ шынайы нәтижеге жеткізбейді деп есептейміз. Мысалға, бір күн басқа өмір эмоционалды шоу, бірақ тұрақты емес болып келеді. Бұл тәсіл оқушыны жалғыз, өзгеше адамның рөліне кіргізеді, бірақ бұл бір күндік рөл шынайы өмірдегі ауыртпалықты толық жеткізбейді. Керісінше, буллинг жасаушы бұл рөлді ойын деп қабылдап, мәселен мәнін түсінбей, ол нағыз нәтиже бермейді. Эмпатия тәжірибемен келеді, қойылыммен емес. Екіншіден, қамқоршы оқушы жүйесі оқушыны жауапсыз жұмысқа жиегу болып келеді. Бұл жүйе формалды ғана жұмыс істейді. Бала ол тәрбиеленуші, психолог, медиатор болуға дайын емес. Мұндай қамқоршылар буллингтен өздері зардап шегуі мүмкін, немесе рөлін жай ғана атқара салады. Үшіншіден, телеграм-бот иллюзиялы қауіпсіздік болып келеді. Бот анонимді болғанмен барлық оқушы оны қолдануға дайын емес. Жүйеде сенім мен нақты әрекет болуы керек деп есептейміз. Сондықтан үкімет тарапынан қойылған механизмі бізге дұрыс емес деп нәтижесіз болып көрінеді. Енді біздің ұсынатын мектептегі буллинг мәселесін алдын алу ең жақсы механизмі болып 4S моделін ұсынамыз. Механизм 4 негізгі блоктан тұрады: сканерлеу, сараптау, сценарий құру, сүйемелдеу. Әр блок мектеп ішіндегі нақты әрекеттермен байланысты болып келді. Біріншіден, сканерлеу, буллинг белгілерін анықтау болып келеді. Оның мақсаты мәселе туындамай тұрып, оқушы мінезіндегі немесе ортадағы тәуекелдерді байқау болып келеді. Қадамдарға келетін болсақ, аптасына бір рет сынып жетекшінің оқушысымен жеке мини-кездесулер өткізіледі. Мұғалімдерге арнайы дабыл белгілері бойынша чек-листтер беріледі. Мысалға, баланың кенет оқшаулануы, агрессияға жақындауы, сабаққа келмеуі немесе шашыраңқы болуы. Жасөспірімдер арасында жасырын сауалнамалар өткізіледі. Нәтижесінде әлі жәбірлеуші болмаған, бірақ тәуекел тобындағы балалар анықталатын болады. Екінші S сараптау, себептер мен контексті зерттеу. Оның мақсаты белгілер пайда болған соң, оның себебін анықтау. Бұл механизм логикалық жүрегі болып келеді. Қадамдарға келетін болсақ, психолог және әлеуметтік педагог сынып жетекшіден тұратын мектеп командасы жұмыс істейді. Оқушының отбасылық жағдайы, эмоциялық жай-күйі, құрдастармен қарым-қатынасы зерттелетін болады. Шағын кейс-стади жүргізіледі, қай жерде жүйе істей қалды, оқушы неге солай істегісі келді деген сияқты сұрақтарға жауап беру арқылы жүреді. Нәтижесінде буллингтің реалды себебі және триггерлері анықталатын болады. Үшінші S ол сценарий құру, жағдайға жауап және жол салу. Оның мақсаты зерттелген мәлімет негізінде оқушының үшін нақты іс-шаралар жолы жасалады. Қадамдарға келетін болсақ, ол оқушымен жеке түзету картасы, буллер мен жәбірленуші арасында қалпына келтіруші әділет кездесу ұйымдастырылады. Олар әрине қасындағы сынып жетекші менторлардың қасында өткізілетін болады. Ментор бағдарлама бойынша сенімді мұғалім немесе аға тәлімгер оқушыны бір ай бойы бақылауда ұстайды. Нәтижесінде оқушы жүйеге қайтып оралады және не үшін, неге өзгеру керек екенін өзі түсініп, өзі қалыптастырады, өзі нәтиже шығарады. Төртінші S және ең соңғысы сүйемелдеу болып табылады. Ұзақ мерзімді бақылау және қолдау болып келеді. Айтып кеткенде, жаңағы 3S бойынша біз осы оқушыларды зерттеп, толыққанды емдеп болдық. Енді осы сүйемелдеу арқылы біз оларды бақылауда ұстаймыз. Алдын алу бұл тек реттік емес, жүйелі процесс. Қайталамау үшін сүйемелдеу маңызды. Қадамдарға келетін болсақ, әрбір тәуекел тобында оқушы 3 ай бойы психолог қолдауда болады. Отбасымен тығыз байланыс орнатылады, ата-ана тренингі жүреді, үйге бару, консультациялар, айына бір рет сыныптағы көңіл-күй картасы жасалады, эмоциялық фонды бақылау жүргізіледі. Нәтижесінде буллингтің қайталанбау ықтималдығы 50-80% бойы төмендейді. Механизмнің логикасы белгі, себеп, шешім және қолдау. Емдемей тұрып диагноз, жасала алмай тұрып түсіну, қолдаусыз қалдырмай тәлім беру дейтін біздің жалпы девиз болып табылады. Осы біздің оппозиция тобындағы негізгі механизм болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Менің бірінші спикерім ашып кеткен тақырыбы бойынша кейсті жалғастырамын. Сканерлеу психологиялық қауіпсіз орта қалыптастырады. Оқушы өзін байқаусыздан қорғансыз сезінбейді. Себебі мектеп оның жай-күйіне елемей қоймайтынын түсінеді. Мұғалім мен оқушы арасындағы сенімді қарым-қатынас артады. Апталық мини-кездесулер, сауалнамалар, эмоциялық байланысты нығайтады. Буллингке дейінгі күйзелісті мінез-құлықтың алдын алады. Уақытылы байқау баланы агрессия деңгейіне жеткізбей,
ішкі шиеленістерді шешуге жаңадан мүмкіндіктер береді. Буллингке дейінгі күйзелісті мінез құлқының алдын алады. Мектептің әлеуметтік мониторинг жүйесі дамиды. Жасырын сауалнамалар, чек-листтер, өзге де сұраныстар болып, мектеп оқушыларының күйін нақты бағалай алады. Күнделікті тәрбие жұмыстары ғылыми негізге сүйенеді. Ол тәрбие жұмыстары тек жаңадан ой қоспай, кәдімгі психологиялық деректерге негізделген құрылым болады. Содан олар нақты негізгі керек жұмыстарды жүргізе алады. Сараптау. Себепті терең түсіну кезеңіне 5 шағын аргументтер. Буллингті симптом емес, жүйелікті бөлік ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Баланың әрекеті ішкі дағдарыстың көрінісі екенін түсінеді. Мектептің психоәлеуметтік қызметі нақты жұмыс істей алады. Психолог пен әлеумет педагог арасындағы жұмыстар жүргізіп, жаңадан шыққан ойларды басып, екеуінің арасындағы қарым-қатынасын нығайтады. Ата-анамен сенімді байланыс орнатады. Себептерді зерттеу барысында ата-ана пікірмен бірге қосып, көзқарастар ескертіледі. Жағдайды жан-жақты талдауға үйретеді. Яғни критикалық ойдың дамуы жоғарылайды. Мұғалімдер мен педагогтар эмоциялық емес, фактілік сараптамалар жүргізуге үйренеді. Мектеп мәдениетін айыптау емес, түсіну бағытында бұрады. Ол кезде біз оқушының, яғни басқа болған фактілерді жаман жағынан көрсетпей, оларды қайта өзгертіп, жақсы жағынан көрсетуге көмектеседі. Сценарий құру. Жеке жауапкершілік сезімін дамытады. Түзету картасын құру арқылы бала өзінің әрекетіне жауапты екенін түсінеді. Өз істеген ісін қолына ала алады. Қалпына келтіруші әділет арқылы екі тараптың арасына тазартады. Жәбірленуші кешірім беріп, буллинг жасаған бала шынайы өкініш сезінеді. Сол кезде буллинг жасаған бала өзінің ісін және сөздерін өзіне қайтарып алып, екеуінің арасындағы болған дағдарыстар кешіріледі. Қайта қоғамдастыру механизмі іске қосылады. Бұрын буллинг көрсеткен бала оқушылар қауымдастығына қайта бейімделеді. Ментор көмегімен әлеуметтік байланыстар қалпына келеді. Аға тәлімгер немесе сенімді мұғалім баланың ішкі тірегіне айналады. Мектептік тәртіп жазалаушы емес, тәрбиелеуші сипат алады. Олар оқушыны жаман жағынан емес, олар қайта оған мұғалім ретінде өмірлік бағыттар көрсетіп, оның дұрыс жолға қояды. Сүйемделу. Оқушы болашағына ұзақ мерзімді инвестиция. 3 айлық сүйемдеу тек мектепке емес, болашақ азаматқа әсер етеді. Соңынан ол қазір оның мінезін дұрыстау арқылы болашақта ол бала жақсы жаққа өзгереді. Эмоциялық интеллект деңгейі артады. Оқушы ішкі күйін тануға, басқаруға үйренеді. Ата-ана, мұғалім, оқушы үштік альянс құрылады. Жүйелеуі қолдай барлық тараптың ортақ күш салуына талап етеді. Оқушының әлеуметтік бейімделуі жылдамдайды. Оқушы өзінің әлеуметтік ортасына дамуға, үйренуге, жаңадан көптеген көмек көрсетіледі. Мектептің буллингке қарсы иммунитеті күшейеді. Ұзақ мерзімді жүйе мектепке мәдениетті өзгертеді. Буллинг норма емес, оған қайта қарсылықтар шығып, оны жоюға тырысамыз. Соңынан менің кесім бітеді.